Кәнекей сабаққа күшті сабақ нені істету үшін біз күшті бір серпілді ойын шаттық шеңберімізде. Кәнекей қарап тұрып аспанға 1, 2, 3 деп санаймын. Қарап тұрып көршіме қолдарымды бұлғаймын. Жарайсыңдар. 27-сі болыпты. Яғни бүгін қаншасы болады? 28-ші. Ай. Қандай ай? Өте дұрыс. 28-ші қаңтар, 26-ші жыл. Аптаның қай күні? Сәрсенбі. Аптаның 3-ші күні сәрсенбі. Өте дұрыс. Далада қай мезгіл? Яғни бүгін 28-ші қаңтар 2026 жыл сәрсенбі далада үлкен заманда, үлкен орманда, бұл орманда қоян өмір сүрді. Ол саңырауқұлақтың үстіне отырған ақ ойланып, менің қоян басқа қандай әкке басталады деп ойланыпты. Ар ойланып, бер ойланып отырады. Сол кезде орманда саңырауқұлақ теріп жүрген Қамажай деген қыз өлең айтып келе жатып, ого, қоян сәлеметсің деді. Сен неғып отырсың деп әңгімелесе кетеді. Қоян айтады, мен ойланып отырмын. Мені қоян деген атыма басқа қандай әріптен басталады деп ойланып отырмын дейді. Қоян, сен қызықсың. Менің атым Қамажай. Менікі қандай әріптен басталады дейді? Қыдан басталады. Ал сенікі қоян, ендеше сенікімен немен басталады дейді? Қырғыздан басталады. Неге сен ойланып отырсың деп әңгімелесіп отырғанда мына шөптің астынан қоңыз шығады да, қоян, сенікі қыдан басталады, Қамажайдікі қыдан басталады, менің де атым неден басталады дейді? Қыдан басталады. Осылардың әңгімелесіп отырғанын көрген қасқыр мен түлкі алыстан қарап тұрады, айтады. Түлкі қандай аталды? Өте жаман. Түлкі кеп қасқыр дейді. Қасеке, қане, мына жақта қоян отыр, Қамажай отыр, қоңыз отыр. Бүгін біздің екеуміздің қарнымыз аш. Қане, екеуміз барып, шүйін алдап, жеп қояйық дейді. Осылай сөйлесіп отырғанда бұлардың әңгімесін кім тыңдап қояды? Құзда астында тұрып естіп қояды да, жылдан келеді да, Қамажай, қоңыз, қоянға айтады. Қане, тез тығылыңдар. Сендерді аңдып құртылқымен қасқыр келеді дейді. Үшеуі ести сала, ну орманның ағаштың, қалың орманның ағаштың артына барып тығылып қалады. Екеуі мәз. Біздің бүгін қарнымыз тояды. Біз бүгін бәрін жейміз деп серкелеп келсе, үшеуі жоқ. Сонда қасқыр, түлкі, сен мені алдайын дедің ба? Деген, жоқ, мен жаңа ғана көрдім. Жоқ, сен мені алдайсың деп екеуі сол жерде ұрысады да, түлкі қасқырдан қашып кетеді. Енді балалар қараңдар, осы айтылған ертегінің бәрі қандай әріптен басталып тұр? Қ дыбысынан басталады. Қандай әріп керек? Асықпай. Өлең айта аламыз ба, айта алмаймыз ба? Өйткені қандай әріпке ауысып кетіп жатыр? Қайда айтып көрейік? Дыбысына ауысып кетіп. Ендеше бұл қандай дыбыс болады?
arkasında özünün atı K dыбысынан bastaladığını bilipti. Yani koyan, kırmızı, qo'lis, qumursqa, ishi, to'rtiyuning atı qanday dыбысынан bastaladı ki? K dыбысынан bastaladı ki. Ya, işevi keledi, tamam mı? Bunal? Yok. Kızarnak değil, pomidor değil. Pomidor değilse kızarnak değiliz aha. Kızıl? Kızıl alma. Yedişe, kara. Karbız degeni boğa biliş? Karbız kaça? Yedi. Kamşı. Kamşı. Kaça? Yedi. Kızarnak. Gel bileyik balakay, kolda көтер алақай. Dağısı mı dağısız mı? Dağısı. Молодец. Жарайсыз. Nal? S. Dağısı mı dağısız mı? Dağısız koyalım. Sonunda kança dağısız var ekan? Dağısız. Qanday söz chiqdi bizda? No'mani. K A S. Kas. Kas degan söz chiqdi. L A. Laq. Endi L qanday? Ko'ppi. Nega ko'ppi? Öykeni bu qanday dыбыс? Dağız. Dağızsız ya ko'kda kel. Ko'k sharaga kel. Aha. Nejini qo'yamiz. Aşı. A. Dağızsızma dağızsızda. Dağızda qanday belgilaymiz? Qizil qo'yamiz. K. Bugun o'tgan. Qarpimiz qanday? Ko'pken. Enjaga. Endişe bunga. To'rtaligiga biz sonda bunga o'tayotgan harfimiz dыбысimiz qanday ekan? Qanday dыбыс? K dыбыс ekan. Endi K dağısı. Ko'pken A. K dağısı, K dağısı, A dağısı. Bolsun ya bu soru. Burayı tüzüm. Бүгінгі өткен дыбысымыз қандай дыбыс болады? Дауысты ма, дауыссыз ба? Яғни бүгін біздің өткен дыбысымыз Қыдан келетін сөздер жаздық. Буға не істедік? Бөлді. Және дауыссыз, дауысты екені таптық. Яғни Қ дыбысы қандай дыбыс екен? Дауыссыз дыбыс. Қандай белгілейміз? Көппен белгілейді екенбіз. Жарайды балдар. Сабаққа бәріміз жақсылықсызға мен сол үшін сендерге осындай күліп тұрған, қуанып тұрған осындай смайли беремін. Молодцы, жарайсыңдар.